Қалай Рамзес екінші өмірден өтті, солай Мысыр әлсірей бастады. Солтүстіктен теңіз халқы тонап, ливиялықтар Мысырға басып кіріп, қоныстана бастады. Сонымен қатар сириялық Ирсу елде көтеріліс жасап, билікті басып алады. Сирия, Финикия, Палестина Мысырдың құрамынан шығып кетеді. Көп замай Мысыр аристократы Сетнахт билікті қайтарады. Оның баласы Рамзес үшінші таққа отырған кезең Мысырдың соңғы қуатты, мықты кезеңі еді. Ол бірнеше әскери реформалар қабылдап, әскер санын көбейтіп, Сирия, Палестина, Финикияны Мысыр билігінің астына келе алды. Бірақ оның ұрпақтары Рамзес 4-ден 11-ге дейін биліктерінде Мысыр тек әлсірей берді. Перғауын билігі әлсіреп, діни қызметкерлердің үстемдігі артып, елді екіге бөледі. Жоғарғы Мысыр діни қызметкерлердің билігі болса, төменгі Мысыр немесе Танис Перғауынның басқаруында болды. 1075-641 жылдар аралығында таққа талас болады. Бұл кезең Мысырдың қатты әлсіреу кезеңі еді.